Егер мен сізден әлемдегі ең бай қалалардың бірін атауды сұрасам, көпшілігіңіз еш ойланбастан Дубайды айтасыздар. Биік зәулім ғимараттар, сән салтанатқа толы қонақ үйлер, жүздеген миллион доллар тұратын виллалар, әлемдегі ең қымбат көліктер, жасанды аралдар, тіпті шөлдің дәл ортасында орналасқан жабық тау шаңғысы кешені. Мұның бәрі Дубайды бүгінгі күні байлықтың, сәннің және шексіз мүмкіндіктің символына айналдырды. Бірақ осының бәріне қарап, адамдардың басым бөлігі бір ғана қорытынды жасайды. Әрине, мұның бәріне мұнай себеп болды дейді. Парсы шығанағындағы көптеген мемлекеттер мұнайдың арқасында байығанын білеміз. Сондықтан Дубай туралы сөз болғанда да көпшілік дәл солай ойлайды. Алайда дәл осы жерде ең үлкен қателік жатыр. Себебі қазіргі таңда Дубай экономикасының қаражатының өте аз ғана бөлігі мұнайдан түседі. Бұл көптеген адамдар үшін күтпеген жаңалық болар. Ал енді негізгі қаражат көзі мұнай болмаса, Дубай байлығының құпиясы неде? Қалайша табиғаты қатал, егін егуге жарамсыз, ауыз суы тапшы, аптап ыстық шөлдің ортасындағы шағын ғана балықшылар ауылы бірнеше 10 жылдықтың ішінде бүкіл әлем қызығатын алып мегаполиске айналды. Кездейсоқтық па, әлде оңдаған жылдарға созылған батыл шешімдердің және болашақты өзгелерден ертерек көре білген адамдардың әрекеті ме? Бүгін біз Дубайдың шынайы байлығы қайдан келгенін бірге түсініп көрейік. Бұл жолаушы, жол жүректілерге. Бүгінгі Дубайды көрген адам оның қандай болғанын елестете алмайды. Себебі осыдан бір 100 жыл бұрын бұл жердің қазіргі сән салтанатпен ешқандай байланысы болған жоқ. 20 ғасырдың басында Дубай бірнеше мың тұрғыны бар шағын қоныс еді. Мұнда көк тіреген ғимараттар да, алып магистральдар да жоқ болған. Қала деп атаудың өзі қиын еді. Қарапайым үйлер, тар көшелер, ағаштан жасалған қайықтар және күн сайын теңізге шығатын балықшылар ғана болатын. Жаз мезгілінде ауа температурасы 50 градусқа дейін көтерілетін. Құм дауылдары қалыпты құбылыс саналатын. Таза су өте аз болып, ауыл шаруашылығын дамыту мүмкін емес еді. Сол кезде жергілікті халықтың негізгі күнкөріс көзі балық аулау мен інжу іздеу болатын. Қазіргі жастар үшін бұл таңғаларлық көрінуі мүмкін, бірақ мұнай табылмай тұрып, Парсы шығанағындағы ең бағалы байлық қара алтын емес, теңіздің түбіндегі кішкентай ғана інжу еді. Мыңдаған сүңгуір ешқандай қайықсыз, арнайы құралсыз, бірнеше оңдаған метр тереңдікке сүңгіп, теңіз түбінен устрицаларды жинайтын. Бұл өте қауіпті жұмыс болатын. Кейбіреу су астында тұншығып қалса, кейбіріне акулалар шабуыл жасайтын. Бірақ адамдардың басқа амалы жоқ еді. Егер жолы болса, устрицаның ішінен інжу табып, ал егер жолы болмаса, күні бойы еңбектеніп, үйіне бос қайтатын. Сол кездегі Дубайдың экономикасы түгелдей осы кәсіпке тәуелді болатын. Бірақ әлем ешқашан бір орында тұрмайтынына байланысты 20 ғасырдың басында Жапонияда жасанды үнжу өндіру технологиясы пайда болады. Бірнеше жылдың ішінде табиғи үнжуге деген сұраныс күрт төмендеп, бұрын өте қымбат бағаланған үнжу енді бұрынғыдай табыс әкелмейтін болады. Дубай үшін бұл ауыр соққы болып, қала халқының негізгі табыс көзі бір сәтте құлдырап кетеді. Көптеген отбасы кедейшілікке тап болады. Құнарлы жердің, орманның, өзеннің, өндірістің, ірі халық санының жоқтығы бұл мекеннің болашағы жоқ екенін дәлелдеп тұрғандай болады. Бірақ әлем тарихында кейде барлығын бір адамның көзқарасы өзгертіп жібереді. Сол кезеңде Дубайды басқарған шейхтар өзгелер байқамаған бір маңызды нәрсені түсінеді. Егер қала бір ғана табыс көзіне тәуелді болса, оның болашағы да тұрақсыз болады. Сондықтан олар өзгелер күтпеген шешім қабылдап, Дубайды тек балықшылар ауылы емес, бүкіл аймақтың сауда орталығына айналдыруды мақсат етеді. Еуропа мен Азияның дәл ортасында орналасқан бұл аймақ ғасырлар бойы сауда жолдарының торабында тұрды. Сөйтіп Дубай басшылары саудагерлерге бұрын соңды болмаған жеңілдіктер ұсына бастайды. Кедендік төлемдер азайтылып, көпестерге қауіпсіздік кепілдігі беріліп, шетелдік кәсіпкерлерге қолайлы жағдай жасалынады. Сол кезде ешкім мұндай шешімдердің болашақта қандай нәтиже беретінін білмеген болатын. Бірақ дәл осы қадамдар кейін бүкіл қаланың тағдырын өзгертетін алғашқы кірпішіне айналады. Алайда Дубайды әлем картасына шығаратын ең үлкен оқиға әлі алда еді. 1966 жылы шөлдің астынан мұнай табылады. 1966 жыл Дубай тарихындағы ең маңызды жылдардың бірі. Ұзақ уақыт бойы шөлдің астынан мұнай іздеген геологтар ақыры өз мақсаттарына жетті. Фатех деп аталатын кен орнынан алғашқы мұнай табылған кезде бұл жаңалық бүкіл аймаққа тез тарап, сол кезде Парсы шығанағындағы мемлекеттердің көбі дәл осындай жаңалықтың арқасында қарқынды дамып жатқан еді. Мұнай шынымен де Дубайға бұрын соңды болмаған қаржы әкелді.
Бірнеше жылдың ішінде қала қазынасына миллиардтаған доллар түсе бастайды. Жолдар салынып, электр желілері тартылады. Мектептер мен ауруханалар бой көтеріп, бұрын шағын ғана ауыл болған мекен біртіндеп заманауи қалаға айнала бастайды. Дәл осы сәтте Дубайдың тағдырын өзгертетін ең маңызды шешім қабылданды. Көптеген мемлекеттер мұнай тапқаннан кейін мұнайдың түсетін табыс ешқашан таусылмайтынына сеніп, экономиканың басқа салаларын дамытуға асықпайды. Өйткені жер астынан ақша өздігінен ағып жатқандай көрінеді. Алайда Дубайдың билеушісі шейх Рашид бин Саид Әл Махтум мүлде басқаша бағыт алды. Ол бір сөзінде: атам түйеге мінді, әкем түйеге мінді, мен Мерседес жүргіземін, ұлым да Мерседес жүргізеді. Бірақ менің немерем қайтадан түйеге мінуі мүмкін деген. Бұл сөздің мағынасы өте терең еді. Шейх Рашид мұнайдың мәңгілік емес екенін жақсы түсінген болатын. Бір күні кен орындары сарқылып, немесе мұнайдың бағасы күрт төмендеп кетсе, және дәл сол күн келгенде Дубайдың басқа табыс көзі болмаса, онда бүкіл қала қайтадан кедейлікке оралуы мүмкін екенін жақсы түсінген болатын. Сондықтан ол көптеген елдер жіберген қателікті қайталамауға, мұнайдан түскен ақшаны байлық ретінде емес, инвестиция ретінде қарастырады. Яғни бүгін келген ақшаны жұмсау емес, ертеңгі күні құру үшін пайдалану керек екенін есептейді. Кейін бұл Дубайдың ең үлкен артықшылығына айналады. Алғашқы ірі жобалардың бірі порттарды дамыту болды. Сол кезде көптеген адамдар бұл шешімді түсінбей, шөлдің ортасындағы қалаға мұндай үлкен порттың не керегі бар деген сұрақтар жиі қойылатын болады. Бірақ шейх Рашид әлемдік сауданың болашағын көре білді. Егер Еуропа мен Азия арасындағы кемелер Дубай арқылы өтетін болса, онда қала мұнай сатпай-ақ миллиардтаған доллар таба алатынына сенген болған. Осылайша порттар кеңейтіле бастап, кейіннен салынған Джебел Али порты әлемдегі ең ірі жасанды теңіз порттарының біріне айналады. Бүгінде әлемнің түпкір-түпкірінен келген контейнерлер дәл осы жерде өңделіп, жүздеген бағытқа жөнелтіледі. Ал бұл дегеніміз мұнай өндірілмесе де қаражаттың басқа қоры бар екенін деген сөз. Шейх Рашид тағы бір маңызды нәрсеге көңіл аударады. Егер әлемнің ең үздік кәсіпкерлерін Дубайға жинаған келсе, онда оларға ерекше жағдай жасау керек екенін түсінеді. Осылайша еркін экономикалық аймақтар пайда болады. Бұл аймақтарда шетелдік компанияларға бұрын соңды болмаған мүмкіндіктер ұсынылып, көптеген салықтар алынып тасталынады. Құжат рәсімдеу жеңілдетіліп, бюрократия азайтылып, инвесторлар үшін қауіпсіз құқықтық орта құрылады. Әлемнің түпкір-түпкірінен мыңдаған кәсіпкерлер Дубайға келе бастайды. Олардың артынан банктер, қаржы ұйымдары, логистикалық компаниялар, ақпараттық технология саласының өкілдері келеді. Бірінің артынан бірі халықаралық корпорациялар өз кеңселерін дәл осы қалада аша бастайды. Дубай енді мұнай сататын қала емес, бизнес жасайтын қалаға айналады. Енді Дубай билігі осымен ғана шектелмей, тағы бір батыл сұрақ қояды. Егер адамдар бұл қалаға жұмыс істеу үшін келе алса, неге демалу үшін де келмеске? Осы ойдан кейін жаңа кезең басталып, туризм қарқынды дами бастайды. Сол кезде әлемде Париж, Лондон, Нью-Йорк сияқты қалалар туристерді өздерінің ғасырлар бойы қалыптасқан мәдениетімен қызықтыратын. Ал Дубайдың мыңжылдық сарайлары мен орта ғасырлық көшелерде болған жоқ. Ендеше туристерді қалай қызықтырса болатын деген сұрақтың жауабы өте қарапайым шешімге әкеледі. Бұрын еш жерде көрмеген, еш жерде болмаған дүниені жасауға Дубайды әлемдегі ең батыл құрылыс алаңына айналдырады. Бірінен кейін бірі рекордтық жобалар дүниеге келе бастайды. Әлемдегі ең биік ғимарат, теңіздің үстінде салынған жасанды аралдар, 7 жұлдызды қонақ үй, шөлдің ішінде орналасқан тау шаңғысы кешені. Бұлардың әрқайсысы тек ғимарат қана бола тұрмай, бүкіл әлемге арналған жарнамаға айналып кетеді. Міне дәл осы сәттен бастап Дубай тек қала емес, әлемдік брендке айналады. Егер басқа қалаларда үлкен сауда орталығы салынса, Дубайда одан да үлкен салуға тырысады. Егер бір мемлекет зәулім ғимарат тұрғызса, Дубай әлемдегі ең биік ғимаратты салуды мақсат етеді. Бұл жай ғана бәсекелестік түсінігінен артып, бүкіл әлемнің назарын өзіне аударудың ерекше стратегиясына айналып кетті. Қазіргі заманда назар аудару ең қымбат ресурсқа айналып кеткеніне күмәніміз жоқ шығар. Миллиондаған адамдардың көзі бір қалаға түссе, оның артынан туристер келген жерге қаражат, түрлі инвестиция жобалары пайда болып, қаражат бар жерде жаңа жұмыс орындары ашылып, экономиканың дәл осылай дамитыны баршаға түсінікті шығар. Дубай мұны өте ерте түсініп, сондықтан қала басшылығы әлем бұрын соңды көрмеген жобаларды жүзеге асыруға кірісті. Сол жобалардың ең танымалы Бурдж Халифа. Бүгінде оның биіктігі 828 метрге жетеді. Бұл жай ғана әлемдегі ең биік ғимарат емес. Бұл Дубайдың өзіндік үлкен амбицияларының символы ретінде көруге болады.
Қызығы, мұндай алып ғимаратты салу экономикалық тұрғыдан аса тиімді болды деуде қиын. Оның құрылысына миллиардтаған доллар жұмсалып, бірақ бұл ғимараттың пайдасы мен тиімділігі оның биіктігінде емес екені сіздерге түсінікті шығар. Бурдж Халифа әлемнің барлық жаңалықтарында көрсетіліп, оның суреті миллиондаған кітаптарда, журналдарда және әлеуметтік желілерде жарияланды. Әлемнің кез келген түкпірінде адам Дубай туралы ойласа, көз алдында дәл осы ғимарат келеді. Яғни Бурдж Халифа тек құрылыс нысаны емес, бүкіл қаланың брендіне айналды. Дәл осындай жағдай Пальма аралдарымен де болды. Ғарыштан қарағанда пальма ағашына ұқсайтын жасанды аралды салу идеясы алғаш жарияланған кезде көптеген инженерлер мұны мүмкін емес деп санайды. Теңіздің ортасына жүздеген миллион тонна құм мен тасты төгіп, жаңа арал жасау бұрын болмаған көлемде жүзеге аспаған жоба еді. Алайда бірнеше жылдық еңбектен кейін бұл аралдар шындыққа айналды. Кейін олардың үстіне әлемдегі ең қымбат виллалар мен сәнді қонақ үйлер салына бастады. Бүгінде бұл үйлердің кейбірінің бағасы ондаған миллион долларға жетеді. Дубай бейнесі осыған дейін мүмкін емес дүниелерді жасай алатын мекен ретінде қалыптасады. Адамдардың бұл жерге бір рет келіп кетуін емес, қайта-қайта оралуын қалаған Дубай басшылары инфрақұрылымға ерекше көңіл бөліп, кең әрі сапалы жолдар салып, заманауи метро желілерін іске қосады. Қоғамдық қауіпсіздік күшейтіліп, қала барынша таза әрі ыңғайлы болуға тырысады. Дубай инвесторларға сенімділік пен тұрақтылық ұсынып, сол себепті Дубай халықаралық бизнес үшін ең қолайлы қалалардың біріне айналды. Әлем танылуына ерекше үлес қосқан тағы бір жоба Emirates әуе компаниясы. Еуропадан Азияға, Азиядан Африкаға немесе Австралияға ұшатын миллиондаған жолаушының жолы дәл осы қала арқылы өте бастайды. Авиацияның туризмге қалай әсер ететін басқа тақырыпта талқылап көрейік. Бірақ экономиканың барлық саласы бір-бірінен байланысып кеткені осы қаланың ең үлкен артықшылықтарының бірі деп есептеуге болады. Дубай өзінің өткен қателерін ескере отырып, тек бір салаға сенім артпай, сауда, туризм, қаржы, логистика, авиация, жылжымайтын мүлік деген бағыттарды қатар дамытып, бір-бірін күшейтіп отырды. Бүгінде Дубайға жыл сайын ондаған миллион турист келеді. Жүздеген халықаралық көрмелер мен форумдар және іскерлік кездесулер өтеді. Әлемнің ең ірі корпорацияларының кеңселері дәл осы қалада орналасқан. Мыңдаған кәсіпкерлер Дубайды таяу шығысқа шығатын негізгі қапқа ретінде пайдаланады. Осының барлығы мұнайдан әлдеқайда көп табыс әкелетіне ең қызық болып тұр. Бүгінде Дубай экономикасының негізгі бөлігі саудадан, қызмет көрсету саласынан, туризмнен, логистикадан және халықаралық бизнестен түседі. Яғни адамдардың көпшілігі әлі күнге дейін Дубай тек мұнайдың арқасында бай деген оймен жүргені рас. Бірақ мұнай бұл қаланың бастамасы ғана болды. Ал нағыз байлықтың негізін адамдардың стратегиялық санасы мен ұзақ мерзімге жоспар құру қабілетінде болар. Бірақ бұл әдемі ертегінің екінші жағы да бар. Әлем сыртынан көрінетін жарқыраған ғимараттардың көлеңкесінде көптеген қиындықтар жасырын жатқаны көпшілікке белгілі емес екені және дәл осы қиындықтар Дубайдың болашағына үлкен сұрақ белгілерін қояды. Бүгінде Дубайға келген адам бір ерекше сезімді бастан кешіреді. Қай жаққа қарасаңыз да бәрі мінсіз көрінеді. Кең көшелер, сәнді көліктер, аспанмен таласқан ғимараттар, жасыл саябақтар, таза жағажайлар және тәулік бойы тынымсыз қозғалып жатқан алып мегаполис. Бір қарағанда бұл қалада бәрі тамаша. Алайда кез келген үлкен жетістіктің артында көзге бірден көріне бермейтін қиындықтар болады. Дубайда бұл заңдылықтан тыс емес. Ең алдымен бұл қаланың халқы туралы ойланып көрейік. Көпшілік Дубай тұрғындарының бәрі бай арабтар деп есептейді. Бірақ шындық мүлде басқаша болып тұр. Қаладағы халықтың басым бөлігін шетелден келген адамдар құрайды. Олар Үндістаннан, Пәкістаннан, Бангладештен, Филиппиннен, Непалдан, Еуропадан және әлемнің басқа да көптеген елдерінен келген адамдар. Олардың әрқайсысының Дубайға келу себебі әртүрлі. Бірі жоғары жалақы үшін келсе, екіншісі жаңа бизнес бастауға келеді. Бірі инженер болып жұмыс істейді, бірі дәрігер, бірі бағдарламашы, ал енді бірі күннің аптап ыстығында құрылыс алаңында еңбек етеді. Дәл осы адамдардың еңбегі бүгінгі Дубайдың бейнесін тұрғызып, әлем таңғаланатын алып ғимараттар, жасанды аралдар мен сәнді қонақ үйлер мыңдаған жұмысшының маңдай терінің нәтижесінде болып тұр. Соңғы жылдары еңбек жағдайына қатысты халықаралық ұйымдар мен құқық қорғаушылардың саны көбейіп, әсіресе құрылыс саласында жұмыс істейтін мигранттардың құқықтары, ұзақ жұмыс уақыты және аптап ыстықтағы еңбек жағдайы жөнінде пікірталастар көбеюде.
Билік кейінгі жылдары еңбек заңнамасын жаңартып, қауіпсіздік талаптарын күшейту және жұмысшылардың құқықтарын қорғау бағытында бірқатар өзгерістер енгізді. Дегенмен бұл тақырып әлі де халықаралық деңгейде талқыланып келеді. Бұл бізге маңызды бір шындықты көрсетеді. Кез келген алып экономикалық жобаның артында адамдардың еңбегі тұрады. Ал сол еңбектің жағдайы қоғам үшін әрдайым маңызды мәселе болып қала береді. Тағы бір үлкен қауіп экономиканың үздіксіз өсуге тәуелді болуы. Дубай ондаған жыл бойы жаңа тұрғын аудандары мен қонақ үйлерін, жаңа бизнес орталықтары мен ойын-сауық кешендерін салып келеді. Осы модель ұзақ уақыт бойы жақсы нәтиже көрсетіп, бірақ әлемдік экономика баяуласа немесе туризм күрт азайса, мұндай қарқынды дамуды сақтау оңайға тұрмайды. Соңғы жылдары таяу шығыстағы геосаяси жағдай тағы да әлем назарын осы өңірге аударды. ақш пен Иран арасындағы әскери шиеленістің күшеюі инвесторлар мен халықаралық нарықтарға белгілі бір деңгейде алаңдаушылық туғызды. Мұндай кезеңдерде мұнай бағасы құбылып, теңіз және әуе тасымалдарының қауіпсіздігіне қатысты тәуекелдер артады. Дубай экономикасы халықаралық сауда мен туризмге тәуелді болғандықтан, бұл жағдай қалаға да әсер етпей қоймады. Кейбір туристер сапарларын кейінге қалдырса, кейбір компаниялар жеткізу тізбектерін қайта қарастыруға мәжбүр болды. Бірақ бұл қауіптердің бірі болса да, соған қарамастан Дубай аймақтағы ең тұрақты қаржы және бизнес орталықтарының бірі ретінде өз беделін сақтап қалғаны өте қызық болып тұр. Керісінше, тұрақсыздық күшейген сайын көптеген халықаралық компаниялар мен ауқатты инвесторлар капиталын қауіпсіз әрі болжамды юрисдикцияға орналастыруды жөн көріп, Дубайға деген қызығушылықты арттырды. Бұл тағы да бір маңызды шындықты дәлелдейді. Қазіргі әлемде тек табиғи ресурстар ғана емес, тұрақтылық пен сенім де аса құнды капитал болып саналады. Міне сондықтан да бүгін біз бастапқы сұраққа қайта оралып, Дубай байлығының құпиясы неде деген сұраққа бір сөзбен жауап берсек, өмір берген мүмкіншіліктерді дұрыс пайдалану қабілетінде десек те қателеспейтін шығармыз. Әлем тарихында көптеген елдер дәл осындай мүмкіндікке ие болған, бірақ барлығы бірден Дубайға айналмағанын білеміз. Сондықтан бүгін біз көріп тұрған Дубай жай ғана бай қала емес. Бұл стратегияның, батыл шешімдердің және ұзақ мерзімді ойлаудың нәтижесі. Бәлкім, осы тарихтан алатын ең үлкен сабақ та осы шығар. Табиғи байлық кез келген елге берілуі мүмкін, бірақ сол байлықты тұрақты болашаққа айналдыру мүлде басқа өнер. Ал Дубайдың әлемді таңғалдырған ең үлкен құпиясы дәл осында.